маған сол өзім үстінен арыз жазған Әлімбеков мырза өзіме қайтаға жемқорлықпен қолымыздан келгенше күресіп отырмыз. Қарапайым халық болып аузымызды ашып отырған жоқпыз, біз сіздерге көмектесіп жатырмыз. Халық карантин уақытында өзіміз қаражатымызға жол жөндедік. Бізге неге осындай адам сайланды? Біздің мына қазіргі дебатымыздың өзінен бір пайда болады, халық көреді. Біз ол жерде заинтересован адам емес, мен, мына кісі, біз халық үшін жүрміз, сіз крим емес. Мен болмасам да мына азаматтар, бұл Алаш партиясының қолдаушы азаматтары, сол жердің тұрғыны құқық бар. Қалай жүріп жатыр сол комиссия тексерістен? Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, сен алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар, мен Шындық, қоғамдық құқық қорғаушы. Бүгін біз сіздермен Алматы қаласындағы құрылып жатқан ұлттық патриоттық Алаш партиясының штабында отырмыз. Бізге бүгін сұхбатқа келіп отырған Алматы облысының оңтүстік аймағының жемқорлыққа қарсы комитетінің басшысы Бауыржан Рахатұлы, сонымен қатар белсенді қоғамдық белсенді өзіміздің Ашылды ауылдық округінде тұратын Ләззат апай азаматша келіп отыр. Бұл жердегі негізгі мәселе осы жемқорлық фактылары бойынша жазылған арыздардың жауаптарына қатысты көптеген халықтың мәселесін шешу. Сондықтан біз бүгін бетпе-бет осы кісілерді уақыттарын бөліп келгендеріңізге рахмет айтамын. Осы жерде алаңда осы мәселені шешуге тырысайық. Рахмет. Айта беріңіздер. Енді сіз, Ләззат апай, қысқаша айта кетіңіз, қандай жерде сіз жауаптармен қанағаттанбайсыз, қай кезде сіз осы жемқорлыққа қарсы агенттікке арыз жаздыңыз, Бауыржан Рахатұлы мырзаға, одан кейін қандай жауап алдыңыз, соны қысқаша айтып, және де өзіңіздің ұсынысыңызды айтсаңыз, бұл жерде Бауыржан Рахатұлы өз тарапынан жасалған жұмыстарды айта кетсе. Мен Төле би ауылының халқының атынан келіп отырмын. Төле би ауылында бізде жемқорлық рискілері өте көп. Мен сіздерге бір емес, Мақажанов мырзаға да, сізге де бірнеше осы өтініш жазып, жаңа арыз негізінде мен сіздерге хабардар еттім. Оның бірі, мысалға, Төле би мен Жапек Батыр ауылының ортасындағы күре жол 10 жыл болды жөндеу көрмеген. Сол себептен бізде қоғамдық көлік жүрмей жатыр. Халық 2000-нан артық 3000-дай халық тұрады Төле биде, бірақ қоғамдық көлік жоқ бізде. Екінші мәселе, бізде 37-ші орта мектеп бар, ол мектептің құжаттары да жоқ. Жемқорлық рискісі бойынша ол жаңа құжаттары да жоқ, және де ол мектепте, 37-ші мектепте ешқандай материальный обеспечение жоқ. Материалдық жабдықтау жоқ, бірде-бір компьютер жоқ, бірде-бір кабинет жабдықталмаған. Оған жаңадан 2018 жылы салынған мектепке ол жабдықталуы міндетті. Одан бөлек тыс жаңаға мен сіздерге біздің ауылымызда қоғамдық кеңестің төрайымы ретінде сайланған 2018 жылдан бері сайланып келген Сарыбекова Балқия есімді ханым, осы кісінің сайланғандығына күмән тудырып, жаңа ол кісінің қандай негізде, қандай хаттама негізінде, кімнің дауысымен ол кісі сайланды, осы хаттама бойынша маған осы хаттаманың көшірмесін беріңіздер, қандай хаттама негізінде сайланды деген кезде мен Мақажанов мырзаның атына арыз жазған едім. Ол кісі маған жаңағы Алматы облыстық әкімдік аппаратына жіберген екен оны. Ол жақтан Әлімбеков деген мырза, Алматы облысы әкімі аппаратының басшысының орынбасары, сол кісі маған мынандай жауап жазды. Әлімбеков мырзаның жауабы бойынша 2016 жылғы 18 қарашадағы жиналыстың хаттамасы негізінде Сарыбекова Балқия Төле би ауылында қоғамдық кеңес төрайымы ретінде сайланды деп. Енді осы жауапқа мен қанағаттанбадым, себебі бұндай хаттама жоқ. Ол кісі ешқандай хаттама негізінде сайланбағандықтан, осы Әлімбековтың үстінен сізге жаңағы Алматы облысы, Іле ауданының жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің басшысы ретінде Алпысбаев мырза, сізге мен осы бойынша арыз жазып кеткен едім. Бірақ ол арыздың қаралуы маған күмәнді болып көрінді, себебі маған сол өзім үстінен арыз жазған Әлімбеков мырза өзіме қайтадан сол ответ беріп отыр, ешқандай жауабыма внятный жауап бермесе де, бірақ өз үстіне жазылған арызға өзі жауап беріп отыр. Бұл мәселе сіздерде қалай қаралады? Біз мысалға жемқорлықпен қолымыздан келгенше күресіп отырмыз. Қарапайым халық болып аузымызды ашып отырған жоқпыз, біз сіздерге көмектесіп жатырмыз. Жемқорлық фактілерін тауып беріп, көрсетіп, оған сіздерге обращение жасап жатырмыз, бірақ неге сіздердің тараптарыңыздан осы халықтың үнін естіп, осы жемқорлықты бірге жеңуге, бірге бізге халықпен бірігіп, осы жемқорлықты тоқтатуға атсалысуларыңызды, соған не кедергі болып жатыр? Мен соны сұрайын дегенмін. Рахмет, сіздің сұрағыңыз маған түсінікті. Ең біріншіден жан сізге рахметін айтамын. Сізге осындай сіздің осындай платформада кездесіп, мына сұрақтарды, осындай арыздарды талқылап отырмыз. Енді ең біріншіден біздікі жаңа естуші мемлекет
мемлекет демекші, біз енді сізде көзбе-көз көрісіп, осындай мынандай отырып талқылап жатқанымызда бір жағынан жақсы болды. Сізге мына қазір көп жерде енді қағазбен еткенмен де ол жерде көп түсінетінде қиын да, мына адам сөйлескенде, бір-бірін көргенде көп түсінікті болады да мына жерде. Ең біріншіден біздің өзіміздің мекеме, жемқорлыққа қарсы күрес департаменті, біздің оның ішінде оңтүстік аймағы бойынша ауданаралық басқармасы. Мен сол жерде басшысымын. Біздің ең бірінші кіретін міндетіміз біз жаңа жемқорлыққа күрес. Бұл жерде ең бірінші жаңа міндет жаңа алдын алу, және оларды ашу, жаңа сондай міндетіміз кіреді. Қылмыстық іс тергеу біздікі, сотқа жолдау. Сіздің арызыңызды жазғаныңызға рахмет. Енді белсенді бір азаматшалардың біреусіз, ауданның ол өте дұрыс. Ол жаңа сіз бұған қара бос көңіліңізді бөліп, жүрегіңіз ауырып отырғаныңыз ол дұрыс ол жерде. Біз енді өз құзыретімізге байланысты. Біздің құзыретіміз енді ең біріншіден түсініп отырсыздар, біздікі жаңа тергеу, сотқа жіберу және ашу. Ең бірінші жаңа біздің жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен қойылған мақсатта, төрағаның Алик Жатқанбайұлы Шпекбаевпен қойылып отқан мақсаттардың бәрі алдын алу күреспен. Ол да дұрыс. Мына сіз айтып отқан жаңа мәселенің бәрі ол алдын алу жұмыстарының біреуіне кіреді. Біз енді ең біріншіден бұл жерде құзыретімізге байланысты. Мына арызда көрсеткеніңіз ол ең бірінші сол арнайы мекеме аудан әкімшілігіне жатады. Ең бірінші орындау аудан әкімшілігіне жатады. Сізде арыздан көрсетілген жаңағы компьютерлар бойынша, жаңағы жол жасау бойынша ол солардың құзыретіне мекемеге жатады. Если ол ақша бөлініп тиімді жұмсалмай жатса, бұл жерде жаңағы ақша жымқырылып жатса, одан кейін біз уже шешім қабылдауымыз керек. Бұл жерде біз жаңа алдын ала тексеріс кезінде ақшалар бөлінген жол екенін біз анықтадық. Жаңа жолға, жаңа басқа да. Қалған бөлінген ақшалар тиімді орында жұмсалды деп алдын ала тексеріс үшін бізге берді. Екіншіден жаңа төрайым тағайындау бойынша. Ол төрайым тағайындау бойынша сізге ең бірінші Әлімбековтен жауап келді. Жаңағы сіз өзіңіз айтқан жаңағы хаттамаға сәйкес ол кісі тағайындалды деп отыр. Сіз енді бұл жерде күмәніңіз бар деп отырсыз ол тағайындалғанға байланысты, дұрыс па? Хаттама жоқ. Бұл жерде енді мен сізге ең біріншіден айтарым, қылмыстық құрамы жоқ бұл жерде. Ол төрайымы тағайындалып отқан кезде де ол азаматтың құқығының міндетіне не кіреді? Ол лауазымды қызметкер ма? Жоқ, ол кісі ол төрайым жаңағы ауылдан мысалға жол жөндедік біз. Күре жол жаңағы Төле би мен Декабрьдің ортасындағы күре жолды біз халық карантин уақытында өзіміз қаражатымызға жол жөндедік. Ол кісі соны басқарып, халықтан ақша жинады. Сосын жаңағы детский площадка бар бізде. Сол детский площадканы краскілеу жұмыстарына бәріне халықтан ақша жинайды. Бұл кісі халықтан ақша жинап, жаңағы мемлекеттен талап етудің орнына халық, әрең отырған халықтың өзінің қолына. Дұрыс. Соны бұл заңсыздық көрсетіп аласыз. Мен заңсыздығын түсініп отырмын бұл жерде. Бірақ осы адам ешқандай хаттама жоқ, хаттамасыз осы адам сайланған. Хаттаманың жоқ екеніне мен бәс тігемін. Ал бірақ ол хаттаманы маған көрсетіңіз деген сұрағыма маған өтірік жауап беріп отыр. Міне 2016 жыл 18 қарашада деп маған Әлімбеков мырза солай жіберілді. Хаттама негізінде деп жазылып тұр. Сол кез жиналыстық хаттама негізінде. Сол хаттаманы маған көрсетіңіздер, копиясын маған беріңіздер дегенде ешқандай ондай қазіргі ауылдың әкімінен де мен оны сұрадым, ондай хаттама жоқ екен. Сізде сондай, мен оны түсіндім сіздің. Енді ең біріншіден мен сізге түсінемін. Кез келген адамды біздің ауылымыздың мысалға қоғамдық кеңестің төрайымы, төрағасы деген жаңа қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері, олар біздің ауылда мысалға біз тұрып жатқан халық, ол жай бір тобыр емес, біз салық төлеушілерміз. Біз салық төлеуші ретінде біз өзіміз дұрыс, комфортно басқа адамдар сияқты өмір сүруіміз керек. Жолымыз дұрыс болу керек. Жаңағындай площадкамызды өзіміз емес, мемлекет краскілеп беру керек. Екі ортадағы жол мысалға өте тар, және де 10 жыл бойы жөндеу көрмеген. Соның арқасында бізге қоғамдық көлік 231 автобустың соңғы аялдамасын жасай алмай отыр. Осының бәріне мысалға халыққа жан ашитын, халықтың өзі сайлайтын төраға болу керек қой. Бізде жоқ, бізге ешқандай хаттамасыз, ешқандай негізсіз, ешқандай документсіз бізге бір адамды әкеп қояды әкімшіліктегілер. Сосын ол адам ойына келгенін жасайды. Бізге неге осындай адам сайланды? Осы мәселе бойынша мен жазған жауабыма ешқандай хаттамасы сайланды деген жауап берілу керек қой мысалға. Жоқ, ол кісілер маған бір ответі қате. Одан кейін екінші мысалға мен сізге жіберген немдемде мына қосымша соны одан кейін екінші мысалға мына жерде мен сізге ешқандай материальный обеспечение жоқ. Мектептің техникалық жағдайға бөлінген қаражатын толық игерді. Ол туралы мына сіздің отпискаңызда бірде-бір жауап жоқ. Міне мына жерде мысалға сіз жібергенсіз жаңағы тексеруге. Сол кезде міне аталған арызда көрсетілген мән-жай. Міне
Ашылды ауылдық округ Төле би ауылында 37-ші орта мектептің жалпы құжаттамасының сәйкес еместігі, яғни құжаттамасы оқушылардың пайдалануына арналған интернет желісін қосу жұмыстары аяқталмағандығы, яғни интернетке ақша бөлінген 2018 жылы, ол интернет қосылмаған, сол күйі қосылған жоқ, сол күйі қалды. Сол ешкім оны іздеп те жатқан жоқ, ол ақша қайда кеткенін ешкім білмейді. Жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларға тегін тамақ берілмеу, мектептің көгілдір отынмен қамтамасыз етілмегендігі туралы мәселелер баяндалған дейсіз. Ары қарай жоқ. Ал бұның ар жағында соңғы абзацында аталған мектепте компьютерлар мен және де басқа да зертханалық құрылғыларға арналған глобус карталарға бөлінген қаражаттың қайда жұмсалғаны анықтап беруіңізді сұраймын деген осы бір абзац мүлдем ашық күйінде қалған. Бұл сіздің жіберген жаңағы отпискаңызда да жоқ, ешқандай жауап маған ол турасында келмеді. Бұл жерде мен сізге тағы рет айтамын, бізде ең бірінші жаңағы мынау сізге жібергеніміз, қараңызшы, бұл жерде біз сізге жазып отырмыз, мына жауапта біз Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 181 бабы 5 бөлігіне сәйкес ол жаңа құзырлы мекемелерге алдын ала тексеріске жіберілген. Бұл сұрағын сіз дейін көтеріп жатыр. Қазір ол сіздің сұрағыңыз бойынша қосымша тексерістер жүріп жатыр. Біз әлі толық жауап әлі алған жоқпыз. Мәселелер деген жерде мысалы ол менің соңғы мәселем біз жоқ, мен сізді түсіндім. Міне арызда сіздің мына көшірмеде, мына көріңіз, сіздің ана арызыңыз қосымша тіркеліп жолданады. Сол құзырлы мекемелер жаңағы ол тексерістер алдын ала мен түсінемін, ол уақыт созылып кетті. 25 февральда жазылған арыз. Жоқ, оның алдында қараңыз, одан кейінгісі біз оны жібердік құзырлы мекемелер. Ол қазір алдын ала тексеріс жүргізіп жатыр. Ол жерде жаңа арнайы мамандар келеді. Ол тексеріс өздерін жаңағы бұл жерде жаңа алдын ала тексеріс кезінде заң бұзушылық анықталатын болса, бізге жаңағы көрсетілген залалдың жаңағы көлемін бәрін көрсетіп береді, жолдайды. Оған байланысты одан кейін біз қылмыстық іс қозғап тергеу жүргіземіз. Қазіргі таңда мынау сізге былай айтқанда бірінші жауап ол сіздің арызыңыз жолданған туралы. Қазір енді ол арызыңыз бойынша толық әлі бізге жан-жақты жауап әлі құзырлы мекемелерден келген жоқ. Ол келгеннен кейін барып біз шешім қабылдаймыз сізге. Одан кейін барып сіз жаңағы маған шешім ответ келді. Мынау бізде неден әкімшіліктен кеттім, Алматы облысының жаңағы бірінші материальный обеспечение туралы бір ауыз сөз жоқ. Мен түсініп тұрмын, бұл жерде неше түрлі мекемелер бар. Алматы облысының білім басқармасы бар. Және білімді қадағалау департаменті бар, ол жерде бөлінген кәдімгі департамент бар. Және жаңа финансовый контроль деген бар, финконтроль деген бар, департамент, ішкі аудит жаңа өзі. Ол да есептейді. Бұл жерде бірнеше мекемелер бар. Олар мекемелердің бәрінде бірнеше тексеріс жұмысы, ол бір күнде тексерілмейді, потому что олар сотрудниктер жаңа бөлінген жаңа қызметкерлер басқа тексеріс, ол өзі орын-орнымен рет-ретімен шығады. Олардың бәрі шығып болғаннан кейін аяғында түп нұсқасының жауабын алғаннан кейін барып біз уже шешім қабылдаймыз. Ол шешімде жаңа мен сізге тағы рет қайталанып өтейін. Заң бұзушылық анықталатын болса, залал келтірілген болса, бұл сіздің арызда көрсетілген жаңағы ана қаражаттар тиімді жұмсалмаса, орынды тиімді жұмсалмайтын болса, олар бізге сол жерде көрсеткен залалдың бәрін көрсетеді. Осындайға жұмсалмаған, осындай кетпеген. Сол себепті он аяғында келген бізге жауабына байланысты біз шешім қабылдаймыз. Қылмыстық іс қозғауымыз мүмкін. Бізге жаңа болатын болса. Қазіргі мынау алдын ала жауап. Кешірім сұраймын, конечно, бұл жерде созылып кетуі мүмкін, бірақ ол біздің құзыретімізге жата алмайды. Біз олар құзырлы мекемелерге біз айта алмаймыз, сізден тездетіңіздер деп. Енді біз қолымыздан келгенше сіздің арызыңызды қарастырып, жан-жақты қарастырып. Бұл жерде бір енді көп жерде қазір сіз айтып отырсыз, төрайым, оны біздің құзыретімізге жатпайды. Ол тағайындалу, жаңа басқа да, ол мемлекеттік қызметкер емес. Бұл жерде заң бұзушылық бойынша жаңа тағайындалу, жаңа ол уже жаңа әкімшілік ең бірінші жауапты. Жаңа тағайындалу бойынша, одан кейін ана ақшалар жаңа бөлінген сіздер өздеріңіз. Бір сұрағымның өзіне ответ қате беріліп отыр. Қалған сұрақтарыма Мақажановқа жазылған заявлениемдағы. Қалған сұрақтарыма ответтарға мен уже сенімсізбін. Қалған сұрақтарға ответтер. Өйткені бәрі өтірік болуы мүмкін ответтер. Енді сіз енді алдын ала ондай шешім қабылдамай қойғаныңызды сұраймын. Себебі Мақажановтың атынан, например, мен былтырғы август айында жаздым ғой. Мақажановтың атынан лично маған не болмаса облыстық жаңағы жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінен ешқандай жауап келген жоқ. Тек осы мына аудан әкімдік тарапынан ғана ответтер келіп жатыр. Енді ол кісінің мен ол кездегі Ернар Абсейітович, ол бізде облыстық департаменттің басшысы, бізде ауданалық басқармасы бар. Вот біздің ауданалық басқарма ол бізде. Ол сіз енді арызда түскеннен кейін ол бізге орындау үшін бізге жолданады ауданалық басқармаға. Мен қазір білмеймін сізге неліктен ол уақытта болған жоқ. Мен қыркүйек айында тағайындалғанмын. Қазірден бастап көтеріп, жан-жақты қарастыруға мен тырысайын, бәрін сізге жауабын жан-жақты берейін. Енді бұл жерде біз сізге тағы бір түсіндірейін. Жаңа құзыретімізге байланысты біз істей аламыз. Құзыретімізден асырып біз дүние алмаймыз.
біз қолдан келгенше мен есігім ашық, сізді әрқашан қабылдауға дайынмын. Сіз жаңа белсенді болғандығын мен өте қуаныштымын. Сіз осындай жаңа алып, әрбір мәселені жаңағы өз ауылдың адамдарына жаныңызды ашып, өзіңіз жаңа неге ауылға жанын ашып отырғансыз. Ол дұрыс. Жаңа алдын алу жұмыстары осымен жүргізуде болады. Ертең елдер көреді, что осындай неше түрлі заң бұзушылықтар болатын болса, жол бермейтін. Сіз сияқты адамдар бар екен, осындайдың бәрін айтады. Бірлесе отырып жұмыс істейік. Мен түсіндім сізді. Мен айтсам бола ма енді? Рахмет Бауыржан Рахатұлы, Ләззат Нұрғали ханым. Мен мына жерде қарап отырмын да, өзім негізі үшінші жақта адам ретінде, халықтың мүддесін қорғап жүрген азамат ретінде, біз ойлаймыз Бауыржан Рахатұлы, енді біздің де келіп отырған мәселеміз тағы да қағазбастылыққа салынбау ғой, өзіңіз білесіз. Көптеген азаматтар бар, 1 жыл, 2 жыл арыздармен жүріп, ешқандай күмәндері болады. Сіздің жеке басыңызға байланысты, сіздің біліктілігіңізге байланысты ешқандай күмәніміз жоқ. Бірақ сізге айтып отырған себебіміз бұл жерде тек қана осы жерде дебат арқылы кеп пікірталас бұл жерде ұмытып қалу емес. Біз көріп отырмыз, өзіңіздің құзыретіңізден қандай да бір жерге шамаңыз келмейді, қандай да жерге жаңағы біз былай ұсыныс жасап отырмыз сізге. Біз енді мына қағазбастылықтардан, мына әкімдікке жіберіп, әкімдік оған орынбасарына жіберіп, шынымды айтсам, мына қағаздың алдынан ұят мысалы, иә. Ол жерде айтып отырсыз, олар уақытқа жауап бермейміз деп. Негізі кез келген заңды және жеке тұлғаға 15 күннің ішінде жауап беру керек. Оны біз қудаламай қояйық, басқасын айтпай қояйық, басқасын. Сондықтан өзіңіздің тарапыңыздан, енді жемқорлыққа қарсы агенттік ретінде, оңтүстіктің осы аймақтың басшысы ретінде ұсыныс, рекомендациямен шығайық. Иә, өйткені мына жерде бұл іс болмайды. Қазір міндетті түрде сізге арыз жазамыз, оны қайтардан осылай жүреді, одан кейін осылай болады. Біз оны біліп отырмыз, осы кругтан өттік. Сондықтан сізге маман ретінде, өз ісін білетін жаңадан келген азамат ретінде ұсыныспен шығайық деп отырмыз. Біз өз тарапымыздан, сіз өз тарапыңыздан, мына жерде мысалы сіз айтып отырсыз, тексереді, финансы отделді, олардың отделдар көп екен тіптен, мынаны тексеріп, солардың тексерісінің өзіне бізде күмән бар. Сіз ұсыныспен шығыңыз, біз сол комиссияның ішіне кірейік. Сол кезде біздің мына қазіргі дебатымыздың өзінен бір пайда болады, халық көреді. Біз ол жерде заинтересован адам емес, мен, мына кісі, біз халық үшін жүрміз, сіз де мемлекет үшін жүрсіз, естуші мемлекет, соның ішіне жаңағы тексеретін жауабының ішіне біз кірейік комиссияға. Мен болмасам да мына азаматтар, бұл Алаш партиясының қолдаушы азаматтары, сол жердің тұрғыны, құқықлы барып, қалай жүріп жатыр сол комиссия тексеріс деген, соған кірейік. Сонда осындай әрекеттер, сол жұмыспен жұмыс істесеңіздер, біз өзіміздің тарапымыздан керекті қағаздарды, арыздарды береміз. Солай істейік. Рахмет сізге көп-көп уақытыңызды алған келгеніңіз үшін. Жұмысыңыз көп екенін түсінемін. Көп-көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілеймін. Бізде де болашақта сіздермен жұмыс. Бұл тек қана көрсетілім емес, бұл қазақстандықтардың көзін ашып отырып, осындай жемқорлыққа қарсы агенттік өйткені біздің болашағымыз тек қана адал халықтың артында, бізге жемқорлық болмау керек. Сізге де көп-көп рахмет. Осымен немізді сұхбатымызды аяқтайық. Рахмет. Билікке қарсы ешқандай өзіміздің ойымыз немесе идеологиялық жоспар бағытымыз жоқ. Ең бірінші халықтың мәселесін бірге. Бағытымыз бір, мақсатымыз бір, еліміз бір, сіз де осы бір азаматсыз. Сондықтан осы жерге шақырып отырмыз. Сондықтан сізге алғыс айтамын, Бауыржан Рахатұлы. Өзіме өз басымын. Сіз де халықтың сөзін сөйлеп, халықтың мүддесін қорғап жүрсіз, мен де халықтың мүддесін қорғап отырмын. Қолдан келгенше біз енді еміш ашық мемлекетпіз. Тыңдаушы, біз бәрін естуге, халықпен бетпе-бет көрісіп сөйлескенге, мен осы сіздің жаңа платформаңыз дұрыс, жұмыс бағыттарыңыз да жұмысына көптеген сұрақтар, мына жақта өзекті мәселелер қарастырып отырмыз. Ол енді күнде халықтың жанайғай дейді ғой, бір жерде жаңа айтып отқан жаңа күнде өзекті мәселелердің біреулері болып отыр, жаңа мына сұрақтар туындап жатыр, сол сұрақтарды бетпе-бет көріп мен жауап беріп жатырмын. Өзіме де бір жағынан жақсы, халық жаңа көріп, осы сізде осы мынандай сіздің площадкада осындай платформада жұмыс істеп жатқаныма әлі біз, мен ойлаймын, енді осылай мына тығыз жұмыс істеуге мен дайынбыз. Біздің жемқорлыққа қарсы күрес басқармасы әрқашанда есігі ашық. Сізбен енді мынандай нелер болып отырса, жаңа көптеген сұрақтар болып отырса, біз әрқашанда қабылдап, олар шағымдарды қарауға тырысамыз. Және алдын алу жұмыстарды, жемқорлықтар болмай, жаңағы рисктер дейді ғой, солардың бәрін жоюға бірлесе отырып күресуге дайынбыз. Біздің лозунг өзіміз, біздің міндет халыққа қызмет деген ол ең біріншіден қойған мақсаттардың бірі. Рахмет. Сол үшін біз Рахмет Бауыржан Рахатұлы. Енді біз сөз жүзінде ғана емес, іс жүзімен елімізге қызмет етейік. Міне, өз алдарыңызда Бауыржан Рахатұлы, кәдімгі өзіміздің қарапайым қазақтың қара баласы. Сіздер үшін әрқашанда жұмыс істеуге дайынбыз. Рахмет. Рахмет Бауыржан Рахатұлы. Көп-көп рахмет. Уақытыңызды алдық. Бірақ енді халықтан жоғары халық дейді ғой.